Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге ерекше және өте дәмді шоколадный печенье рецептімен бөлісемін. Ұнымызды және сахарная пудра, разрыхлитель, какао және ерітілген сары май, жұмсақ сары май және бір жұмыртқаны салып қамыр илейміз. Менде осылай 18 штук шығады. Енді үстіне 120 грамм сүтті шоколадты ерітіп, осылай кондитерский мешокпен құйып шығамыз. Пешімізді алдымен жақсылап қыздырып аламыз. 160 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі. Қонақ келгенге дайындасаңыздар, дастарханда ерекше сән беріп тұрады. Достар, менің арнама тіркеліп, видеома лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.